Елі Сарыарқа төсі әншілер мен күйшілердің, ақындар мен батырлардың алып таласы. Ұшқан құстың қанаты талатын, шапқан тұлпардың тұяғы тозатын, киелі мекеннің жасының жарқылындай, асылдың сынығындай ұлы даланың үркердей ұландары, тегіне тартып туған тектілері аз емес. Міне, осындай киелі өнерді жас кезінен арман етіп, бала қырандай қанатын қомдап, биікке талпынған әншілеріміздің бірі Сарыарқаның кіндігі, Жаңарқа өңірі, өнердің туын тіккен киелі ордасынан шыққан өнер иесі Ғалым Мұхаммедин. Өнер қайраткері Тайжан Қалмағанбетов атындағы Жезқазған филармониясының әншісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі, Жезқазған қаласының және Жаңарқа ауданының құрметті азаматы, құрмет орденінің иегері Ғалым Мұхаммедин. Әу демейтін қазақ жоқ дегендей, Қарағанды облысы Жаңарқа ауданына қарасты Ескене ауылының әр үйінде домбыра тартылып, ән айтылатын. Осы бір қасиетті өнерге құштар жандар той думанның көркі еді. Ағасы Қарақойшының домбыраға қосылып ән салғанына қызығып жүріп, ғалым естіген әндерін тез қағып алатын. Әсіресе осы өңірдің әншісі Игілік Омаров, күйшісі Фазыл Тотқабеков, әнші-композитор Қорабай Есеновтердің өнерін тамашалай жүріп, ән әлеміне деген құштарлығы артты. Ол кезде қазақ радиосынан берілетін әндердің өзі бала көңілдің талпынуына ерекше әсер етті. Бала ғалым әсіресе Жүсіпбек Елебековтың орындаған әндеріне қызығушылықпен қарап, ән орындап болғанша сілтідей тынып тыңдаушы еді. Ғалым Талдыбұлақ 8 жылдық мектебін тамамдағаннан кейін Жаңарқа ауданы орталығындағы орта мектепті ойдағыдай бітірді. 1973 жылы республикалық эстрада студиясына түсіп, Жүсекене шәкірт болды. Ғалым Мұхаммедин 1975 жылы студияны тамамдап, Жезқазғанның облыстық филармониясының жанынан құрылған Жезкиік ансамбліне әнші болып қабылданады. Ел аралап өнер көрсетеді. Ұстаздан алған тәлім-тәрбиесінің жемісін көреді. Әнші ән айта жүріп, ел ішіне сирек орындалатын әндерді жинап, өз ән бағдарламасына қосты. Ән көңілдің ажары тобына жетекшілік ете жүріп, Жезкиік ансамблі құрамында Жақсыкелді Сейілов, Болат Есмұханов, Мара Есмұхановалармен қатар топқа енді ғана қосылған жас таланттар Ғалым Мұхаммедин және болашақ жары, концерт жүргізушісі, көркемсөз шебері Ақтоғайдың аруы Әлия Айтжанова, Береке Көшенов, Ахат Байбосынов пен Роза Байбосынова және өнер тарландарымен өнер жолын бастады. Жезқазған музыкалық колледжінде домбырамен ән салу мамандығы бойынша ұстаздық қызметін бастаған еді. Қазақ даласында төбелер көп, бірақ ысқартаулар аз демекші, ән салып, әншілігін ұстаздық қызметімен жалғастырып, бастаған ісінің өміршең өнер жолының жарты жолда үзіліп қалмай, келешек ұрпаққа жеткізер шәкірттерінің бар болғандығының өзі де бір бақыт. Осы тұрғыздан алғанда арманы орындалған бақытты ұстаз. Ғалым Мұхаммединнен тәлім-тәрбие алған түлектер соңғы кезде Тайжан ақынның ән термелерін репертуарына қосып, халық алдында насихаттап жүр. Тайжан жазықсыз жапа шеккен бабаларымыздың бірі ғой. 1937 жылы нақақтан атылып кеткен. 1936 жылы Мәскеуде өткен қазақ өнерінің 10 күндігінде шымылдығын ашқан Тайжан ақын болатын. Ол кезде бұл кісінің әнін, өлеңін оқыған адамдарға тыйым салынған еді. Жүсекеңнің айтуымен ғалымаға Тайжан Қалмағанбетұлының мұраларын жинастырып насихаттаушы. 2013 жылы Тайжанның Алтын кесе әндер жинағы мен Алтын кесе үн таспасын шығарған. Өмірге қайта әкелуінің өзі әншінің тек қана орындаушы ғана емес, қазақ өнерінің жоқтаушысы екендігін де байқады. Бүгінде қала, аймақ өнерпаздарын ғана емес, республикамыздың таңдаулы әншілерінің репертуарларында Тайжан әндері жүрсе, ол ғалым ағаның еңбегі. Өткен ғасырдың ортасында дүниеге келіп, жаңа ғасырдың алғашқы ширегінде 70 мерейлі жасқа толып отырған Ғалым Мұхаммедин ағамыздың бүгін 2 кітабын назарларыңызға ұсынамыз. Мамырлап қоңыр қаздай баяулатқан әнші туралы естеліктер мен пікірлер, арнау өлеңдері орын алады. Ескенеден бастау алған ән ғұмыр, әншінің өмірі, ұстаздық пен шәкірт тәрбиелеудегі қиындығы мен қызығы қатар жүрер ұлы жолы баяндалған. Әнші Ғалым Мұхаммединнің қазақ радиосының алтын қорында 20-дан астам әні бар. Жақсыкелді Сейіловтың Жезкиегі әншінің дауыс мүмкіндігін ашқан әсерлі әндер деуге болады. Қазақстанның халық артисі Қайрат Байбосынов айтқандай, ғалымның әншілігі өзгеге ұқсамайтын өзіндік өрнегі бар қуатты баритон дауыс. Ешкімге еліктеп солықтамайды. Себебі бойын туған
жердің табиғаты мен нәрі сіңген. Кешегі игілік ағамыздың салған ізі. Туған ағасы Сенбінің Алтыбақанда әуелетіп салған әндері үлгі болды. Ғалым тек әнші емес, ізденуші, музыка зерттеушісі. Гастрольдік сапарда жай жүрмей, асыл мұраларды қазбалап іздестіріп жинап жүреді екен. Дәстүрлі ән, халық әні дегенде елең етпес құлақ бар ма шіркін? Әуелеген әуезді әндерді тамсана тыңдайтындар әлі де аз емес. Тек сондай есті әндер бүгінде азайып бара жатқандай. Десек те сол әндерді ел ішінен дән тергендей теріп, елеусіз қалған әндерді әлпештеп жинап, зерттеп тыңдарманына қайра ұсынуда талмай жұмыс істеп жүрген жандардың бірі осы Ғалым аға Мұхаммедин. Өнер әлемінде қажымай, талмай үздіксіз еңбек етіп келе жатқан, өнерге бүкіл саналы ғұмырын арнаған Ғалым Мұхаммедин 70-ке жетіп отыр. Бақыт деген досыңның қабағында, жарыңның жанарында дегендей 1977 жылы Әлия апамызбен шаңырақ көтеріп дүниеге 3 перзент әкелген бақытты жандар иесі. Жарты ғасырға жуық жұптасып ғұмыр кешкен өнер иелері өнер әлеміне өзіндік қолтаңбаларын қалдырған, жұптары жазылмаған. Бүгінде немерелерінің қызығына кенеліп отырған ардақты ата, асыл әже. Салт дәстүрімізді, дәстүрлі әндерімізді, әдебиетіміз бен мәдениетімізді кейінгі ұрпаққа көбірек дәріптеп, үйретіп, келешекте ұлт ұрпағының ата дәстүріне, тарихына деген құрметі арта түсері сөзсіз. Ағамыздың Ұлытау бауырындағы ән ғұмырының одан әрі жалғаса беруіне, елдің рухани байлығын еселеуге үлес қоса беруіңізге тілектеспіз.